Саламатсыздар ма? Лағман қалай шықты, тәте дейді. Эльмира, сен айт, лағман қалай шыққанын. Өте күшті. Маған өте десеңші. Қарнымыз сипап па? Иә. Жаңа кісі сымбат қалыңдық салон маған, мен осындамын деп жазса күшті болайын деп тұр. Жазса, өйткені чекті жібергенде түгелдей қосады. Чекті жібергенде бәріңіз қосыласыздар, еш уайымдамаңыздар. Оны орамалым қиқа-жиқа болып қалсын, ет болатыр. Пітір садақаны, мен пітір садақа туралы, имамдар, иман, мешіт туралы сен айтпай қояйын, иә? Мен басқа парақшадан тіркелуім керек еді. О жағын білмедім, сол жаққа жазасыздар, сол парақшамен келісіп, о жақта өткен басқа команда жұмыс жасайды. Самса қалай болды, Эльмира, айт. Күшті болды. Бәрі күшті болды, өте дәмді болды. Сізге жақсы, рахмет. Мамаммен бірге қосылдық, Алла сендеріңіз ашсын. Мына кісі жоқ, что-то, иә? Жоқ, о кісі. Жазым қазір. Атқымет, ол кісінің сымбат беді? Сымбат, қалыңдық. Салым. WhatsApp жауап бермей, чекті өзгеретін сәт парақшасына жібердім, болды ма, тіркейді ма? Иә, чекті парақшаға жіберсеңіздер болды. Қайткен күнде де тіркейді. Ертеңге шейін по-любому бәріңіз тіркейді. Бізде қосылдық, сіз дасыға күтем ғой мен деген. Рахмет, толқын. Мен осындамын деп жазбаса, мен көре алмай жатырмын. Лағман пісіп, лағманды жеп алып, қарнымыз сипап уже. Таныс бойдақ қыздар бар ма үйленетін дейді. Бойдақ қыздар көп қой міне. Елдос Есмұхамбетов деген жігіт мінеке. Таныс бойдақ қыздар болғанда, бойдақ қыздарды қызықтыратын қандай жақсы мінезіңіз, жақсы әдептерің, жаңағы қызықтыратындай неңіз бар дей ма? Апай сәлематса. Қызым екеуміз қосылдық, рахмет. Біз тосып отырдық. Қызым сізге ұқсаған ақылды, атақтады. Давайте маған ұқсамай қойсын, менен лучше болсын. Айзат Бекзат қызы. Екінші телефоннан кіре алады ма дейді. Я написала, екінші телефоннан кіре алады ма, я написала дейді бағай. Бағлан? Куда написала? На второй телефон. Что написала? Сымбат қалыңдық салон. Я вижу. Кешегі де көрсетем ғой, да? Сәлематсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз неге түріңіз көрінбейді? Көрінбей тұрмын ба? Иә, вообще жоқсыз. Сіз қостыңыз ғой, да? Иә, қостым. Сіз вообще жоқсыз, мен өзім жалғыз отырмын. Қазір, мен қайтадан кірейінші. Иә, қайтадан мен осындамын деп жазыңыз, иә, мен таппай қалмайын. Сабаққа тіркелетін кісілер
мынаған кіресіздер да, мынаның үстін басып қалсаңыздар, міне. Мына жерде барлық жазылып тұр. Чекті Инстаграмға өзгеретін сәт парақшасына жібересіздер. WhatsAppқа жазу үшін мынаны бассаңыздар болады. Лучше ең идеальный варианты мынаған мына счеттарға ақшаны аударып, и сразу сабақ болатын мына парақшаға чекті жібере салсаңыздар болды. WhatsAppқа жауап беріп керек та емес даже. WhatsAppтың дымға керек жоқ сіздерге. Тағы да көрсетейін. Мынаның үстінен басасыздар. Ой. Міне. Тапинки айтыңдар. Міне. Сабақтың басталуына 2 күн уақыт бар. Өзгеретін сәт парақшасына жібересіздер, мінекей. 21 сәуір 21:00-де басталады. Төлем жасағасын чекті сабақ болатын парақшаға. Мына парақшаға жібере саласыздар, болды. WhatsAppқа жазып керек емес даже. WhatsAppқа осы ақпаратты алу үшін жазасыздар ғой. Ал ақпарат мына жерде тұр. Мына қараңыздар. Міне Каспи Голд бүкіл карточка тұр. Ал егер бір глобальный сұрақ болса, WhatsAppқа жазсаңыздар болады. Жалпы сұрақтарыңызды мына парақшаның дайректіне жазсаңыздар да болады. Өйткені сол жерде қыздар отырады. Ал көп WhatsAppқа жаза беретін болғандықтан WhatsApp қайта-қайта блокқа түсіп қалып жатыр. Сондықтан ең дұрысы, міне осы счетқа ақшаны аударып, мына парақшаға счетты жібере салған ең қолайлысы. Так. Бүгін мен 28 күн бастадым, бүгін садақа бердім, және бүгін маған дүкеніне бір әйел продукты тастап кетті, сатып болған соң ақшасын бересіз деп қуанып қалдым, пайдасын көретін болдым деп. Алла берекет берсін. Арманы көріп тұрасыз ба? Гарант адамдардан таптым екен. Гаранттың адамдары, по-моему, уже ұсталды ғой. Я қателеспесем. Айтсыз қой кетіңіз, жоқ. Сымбат жазған жоқ, я тағы да. Бүгін қосады сіздерді. Үрейді қалай жеңуге болады, сабаққа қатыссаңыз айтамыз. Вот. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы, қалайсыз? Жақсымыз. Ақтаудан звондап тұрсыз, Маңғыстау деп тұр ғой парақшаңызда. Иә, Маңғыстау, Бейнеу аудан. Вау, Бейнеу. Есіміңіз Сымбат қой, Жоқ, есім Маусым. Маусым. Неге Сымбат парақшаңыздың аты? Сымбат мен қалыңдық салонының аты ғой, қызымның аты. Салоныңыз Бейнеуде ма, Ақтауда ма? Иә, Бейнеуде. Маған Елмира айтты, осы кісі үнемі сізге хат жазады екен, бірақ сіз оқымай отырған сияқтысыз, өте күшті результаттар көрген екен, түпсанаға қатысқан екен деді. Солай ғой да? Иә, мен 3 айлық марафонымызға қатыстық, кеше бітірдік қой. Әлі біткен жоқ. Иә, оны қайталап жатырмын. Жоқ, ол жерде 3 күндік тағы мощный жаңа сабақ беріледі сіздерге. Енді ертеңгі 8 күндік сабағыңызға тағы жазылып қойдым. Мен өткенде қателесіп кеткен визуализациям жайында. Соны айтыңызшы. Иә, соны айтайын деп едім ғой. Мен ең бірінші шүкіршілік техникасынан бастайыншы. Біздерде ең бірінші бізде 3 бөлмелі үйде тұрдық. Ол кезде енді күйеуімнің жұмысында айлығы аз болатын. Бірақ ешқандай ештеңеге біздер қиналып, неге үйіміз осындай кішкентай үйде тұрмыз, күйеуімнің айлығы аз деп не істеген жоқпыз, бірақ шүкір дейтінмін күнде. Шүкір айтамын. Күйеуімнің айлығы сол бірден бірге көбейіп, сол 1 жылдың ішіне 1 жылға жақын ең көп айлық алатындардың қатарына кірді. Күйеуіңіз ба? Иә, күйеуім. Оған да шүкір деп жүретінмін күнде, шүкіршілік айтып. Сосын бізде деген ешқандай машина, ештеңе болмайтын. Машина алатын ақшамыз да жоқ болатын ол кезде. Күнде есіктен кіріп келатыр, енді ол визуализация не екенін білмеймін ол кезде. Есіктен кіріп келатсам да, шығып келатсам да, машинаға кіріп бара жатқан сияқты, өзімше ақшам жоқ болса да, кішкентай машиналарды елестетпеймін да, андай кішкентай жаңағы Жигули деген сияқты. Үлкен ақ машинаға кіріп келатқан сияқты, шығып келатқан сияқты армандап жүретінмін.
Сөйтсек үйімізді үлкейтіп алдық енді, күйеуім жұмысы көбейген соң. Мгм. Бір күні күтпеген жерден сөйтіп ақша жинап біз машина алып алдық. Мгм. Одан кейін күйеуім өзіме 2 этажды здание сатып алып берді. Сол салон жұмысын бастап кеттім. Мгм. Бірақ сол салонға өзім көңілім толмайтын ішінде отырып. Мгм. Бір әдемі жерде отырсам екен деп. Сол бір күндер менде бір стилист болып жұмыс жасаған қыз звондап, бір новыйдан здание ашылған бізде. Мгм. Сол жерде қандай кісі звондап жатыр маған, бізге келмес пе екен ішке арендаға деп айтты деп. Мгм. Мен бірден келістім, енді жаңа здание ол неке сарай болып ашылды да. Ақтауда ма? Маған да сондай жер керек қой, сол неке сарайының ішіне арендаға бардым мен. Барсам сол баяғы Ақтаудан ашылды ма, өзімнің Бейнеуден ба? Бейнеуден ашылып. Мгм. Мгм. Сол өзімнің армандап жүрген зданием, өзімнің күндегі бүйтіп өзім баспалдағыма шығып бара жатқанда сондай жерді армандайтын, сол баспалдақтарым дәл сол ішіне кіргенде де қазір адамдар ең бірінші мен көйлегім емес, сол зданиенің ішіне түседі, мә іші әдемі екен деп. Сіз визуализация ішіне жасадыңыз ғой, иә? Мен іштерін солай армандайтынмын да, бірақ мен оның ішіне өзім кіріп жүрмейді екенмін да. Қазір соңғы сізден естігенім бойынша енді түсініп жатырмын мен. Өзім ішінде жүретінімді. Визуализацияны сыртынан жасағансыз ғой, ішіне кірмейді. Сыртынан, тек сыртынан армандап отыра бергенмін да. Вот, мен үнемі айтамын ғой, визуализация грамотный болмаса қиын. Өйткені менде бір қыз болған, айттым ғой, мен бір кухняны, аппақ кухняны визуализация жасап, әпке салған сондай үйді. Тура менің визуализациямда кухня әпкем алды, бұл қалай болды дейді да, потому что ол ішке кірмеген. Ол менікі деп қабылдамаған да. Менде де дәл сондай жағдай болды. Дәл менің өзімнің жаңағыдай іштері андай бір сары жылтырақ, алтын сияқты нелерменен боялған бір әдемі болады ғой. Дәл сондай андай қымбат люстралар, дәл сол здание. Бірақ ол менікі емес, мен арендада отырмын қазір. Ну ничего страшного, әлі де болса қайтаруға болады ғой. Иә. Машина алдыңыз ба? Машина алдық. Сол жаңағы күйеуім бір ойда жоқ жерден бір құрдасымыз звондап, айлығы көп жұмысқа кірді, содан ақша жинап машина алып алдық. Жаңағы ойыңыздағыдай қымбат машина алдыңыздар ма? Ақ машина дедіңіз ба, қандай дедіңіз? Ақ машина, қымбат машина алып алдық. Енді қазір сіз енді уже қанша результат көріп тастағансыз ғой. Енді визуализацияны қазір қалай жасайын деп жатырсыз? Қазір енді мен дәл сіз айтқандай өзім ішінде жүріп, дәл көзіме елестетіп, өзім дәл ішінде жүргендей болып, өзімнің затымды. Хозяйка там. Мен осы жер, даже мен қазір ана зданиенің ішіне кіргенде де мен осы жердің хозяинымын деп кіріп шығып жүрем. Анандай визуализация жасап жатқан кезде, как будто делаете визуализация, біреулер пол жуып жүрген сияқты да. Біреулер магазинде отырған сияқты, как будто сізге қолыңызға ақша, аренданың ақшасын беріп жатқан сияқты. Адамдардың барлығы сізге жұмыс жасап жатыр да. Мен солай елестеймін, мен қазір өзім солай елестетем отырған жерімде. Ал жолдасыңыз қазір сене ма сізге? Сенеді, иә. Сіз мысалы визуализациясына цель қойып жұмыс жасап жүргеніңізге. Енді қазір енді сеніп келе жатыр. Бұрын сенбейтін ол. Результат көргеннен кейін болмаса, өйткені еркектер сенбейді. Сана сабаққа қатыстыңыз, иә, сіз тағы да? Мен алдында қатысып жүрмін. 3 рет или 4 рет қатыстым. Ертең сабағыңызға тағы қатысып жатырмын. Кеше 3 айлық марафоныңызға қатыстым. Сосын сіңіліңіздің результатын, Елмира отыр қасында, сіңілісінің результаты болған дейді. Сіңілімде өте күшті результат болды да. Ол деген сіздің сабақтарыңыз тыңдағаннан кейін дұрыстап қойған ғой. Визуализацияны дұрыстап жасаған. Ол үйінде отыр, 4 баласы бар. Күйеуі жеке кәсіпкер. Үйінде отырып, жаңағыдай сіздің сабақтарыңызға қатысып, барлық нелеріңізді орындап, сіздің тапсырмаларыңызды. Сосын жаңа өзі армандап, андай тігін цехым болса екен деп, несін сызып қойып қағазға. Дәл өзінің несінде, зданиясының ойындағы. Сол дәл күйеуі ойда жоқ жерден здание салып берген ғой. 1 айдың ішінде бітіріп, уже бастап кетті бизнесін, қазір жақсы жүріп жатыр. Альхамдулиллах. Тігін цехы. Сосын тағы бір не туралы айтайыншы, денсаулық туралы.
сол қызым айтқан еді, Сәтжан мырзаға жазып қойдым, Айнұр ханыммен мен хабарлассам екен деп та, қызының денсаулығы туралы. Қызы дейтін 2005 жыл туылған, екі үлкен ер бала, одан кейін қызы да. Қызы сау болып туылды. 20 күннен кейін қызы олап ауырған ғой. Содан кейін 4 айға дейін бір күн больница, бір күн не болып үйінде жүрді. Черепное давление деп қойған. Енді одан кейін жақсы болып кетті. Күнде күліп ойнап жүрген бала ғой. Сабаққа 1-ші классында барды. Бірінші классында, сосын 2-ші классында жаңағыдай инсульт сияқталып қалды да, бір аяқ бір қолынан. Оң жағынан. Қазірде бірақ бұлай өзі жүріп тұрады, барлық жұмысты істейді, кішкене мына қолының несі, жаны жоқ, аяғының қолын кішкене. Нервтары дұрыс жасамай ма сондай. Гимназияға барған, сабақты жақсы оқитын, гимназияны шығарып алып, қарапайым мектепке ауыстырды содан кейін. Енді соның психосоматикасы бола ма, қалай емдеуге болады? Ертеңгі бізде сабақта точный анализ деген диагноз болады. Техника болады. Ертеңгі сабақта точный анализ деген техника болады, денсаулыққа байланысты. Одан кейін ертең біздің сабақтың 2 күні только денсаулыққа арналған. Асылат Арыстанбек жүргізеді. Мен өзіме денсаулыққа қатысты көп нәрселер ертең көп айтылатын болады. Вообще денсаулыққа байланысты, балалардың ауруына байланысты көп нәрсе айтылатын болады. Сол кезде сіз маған қазір дайректте бүкіл диагноздарды жазып қойыңыз, мен Асылат ханымға жіберейін, ертең кешен қарап көрсін. Жалпы балалардың диагнозы, балалардың не үшін ауыра беруі деген сияқты темаларға ол кісі и так дайындалып жатыр негізінде. Ондай нелер айтылған. Қазір. Мен не істемей жатырмын. Сондықтан ертең ол туралы айтатын боламыз. Бір сұрақ қояйыншы, Маусым ханым. Жаңа сіз айттыңыз ғой, мен алғаш көлікті армандаған кезде, жаңағы салон ашам деп армандаған кезде көп ақшам да жоқ болады, ешқандай мүмкіндігім болмаған деп. Өйткені көп адам айтады да, ой, бұл өз бизнесмен әйелдер, бизнесмендер и так болып атады деп. Сіз осы сабаққа қатысып бастағанда бизнесіңіз бар ма еді сіздің? Сабаққа қатысып бастағанда мен 2017 жылдың март айынан бастап аштым ғой бизнесті. Жаңа сіз айттыңыз ғой, мен қымбат машинаны армандайтын, бірақ дым ақшам болмады ол кезде деп, иә? Иә, дым. Мен көршілерім, мен танитын адамдар біледі ғой. Бізде онда ештеңе болмаған. Даже күйеуімнің айлығы дейтін 2-3 айға дейін берілмей қалады, жеке меншік мекеме болған соң. Даже мен тамағымды магазиннен қарызға алып отырғанмын. Неше мың теңгелеп. Ол кезде мен бірақ қиналған жоқпын. Осы тамақты маған бергеніне де шүкір, осы магазиншін танығаныма да шүкір деп алғаныма қуанатынмын сол кезде. Шүкіршілік айтып. Бірақ мен ешқандай бір жаңа Аллаға қарсы келіп, неге мен бүйтіп жүрмін деген сияқты менде ешқандай ол не болмаған. Негативқа түскен жоқсыз, иә, просто? Жоқ, негативқа түскен жоқпын. Өйткені көп айтып жатыр, ол кредитке алған шығар, қалай ол сонда деп. Мен үнемі айтам ғой, мақсат болса ақша келеді. Бірінші мақсат қойыңыздар. Бірінші ақшаны ойламаңыздар деп айтам. Бізде көп айтады, ой, менің ақшам жоқ, мақсат қоя алмаймын. Ақшам жоқ, жұмыс жасай алмаймын. Ақшам жоқ, жұмысқа мені ешкім алмайды. Оның бәрі өтіріксіз. Адамда мақсат қойғанда ақша келеді. Наличка ақшаға алдық машинамызда. Вот сон жаңа жазып жатыр да, кредит бекен, өздері коммерсант екен ғой деп. Жаңа айтты бұл кісі, ақшамда ешқандай болмаған, просто армандап визуализациядан. Даже былай ғой, мен дейтін, біз Қарақалпақстаннан көшіп келдік 2003 жылы. Көшіп келген кезде мен 5-6 көрпе төсегімнен басқа дым болмаған, расын айтсам. Себебі менде барлық зат болды, киімде барлық зат болды атамның үйінде, бірақ 2002 жылы атамның үйі өртеніп кетті. Целый, полный барлық заты. Біздер 2003-те бір жылға жетпей көшіп келдік Бейнеуге. Ол кезде даже біздердің ештеңеміз болмаған. Содан кейін біз жаңағы күйеуім келген бойдан жұмысқа кіріп кетті ғой. Бірінші 12 мың теңге алды, әлі есімде. Күйеуім 12 мың теңге алды, келген бойдан жұмысқа кіріп кетті жекеменшік жерге. Қуанып, үйдің қасында бір құрдас келіншегім бар, соған айтып бар, 12 мың теңге айлық алды деп қуанып жүрдім. Андай өзім тым жоқ, келдік қой, ештеңеміз жоқ. Сосын одан кейін келесі айлығында 4 мың теңге қосылды, 16 мың теңге алды. 16 мыңға вообще шок болдым, 16 мың теңге алды деп қуанып жүрдім. Даже оны төркінмей айтқан шығармын, айлығы көбейіпті, 4 мың теңге қосылды деп қуанып жүрдім мен.
шүкіршілік айтатын, шүкір осы айлығы қосылып жатыр, көбейіп жатыр деп. Сол айтып отырмын ғой, 1 жылға жетті ма, жетпеді ма, ең көп айлық алатындардың қатарында болды сол мекемедегі. Машаллах. Негізі мына шүкіршіліктің енді күшті жұмыс жасайтынын енді түсініп жатырмын ғой. Бірақ былай да өзіміз айту, Аллаға шүкіршілік айтып жүретінбіз күнде. Бірақ ана шүкіршіліктің күшті техника екенін сіздің сабағыңызға қатысып біліп жүрміз ғой. Машаллах. Енді визуализациядан қателеспеймін деп ойлаймын ендігі жағында. Иншалла. Любой визуализацияның ішіне кіріп кету керек. Я хозяйка деп кіріп кетіңіз. Үйде жасағанда да, машинаны жасағанда да, офиске, салонға, здание, неважно. Мен хозяйкамын десеңіз болды. Бүгін мен бір хат оқып берейінші. Бүгін бір хатты бағана маған дайректке жазып қойыпты бір қыз. Соны мен бағана елдің бәріне жіберіп отырмын да. Мен Ақтөбенің қызымын дейтін, қараңыздар. Шымкентке тұрмысқа шықтым. Мектеп кезінде география сабағында Шымкенттің жері ойлы қырлы деп түсінік айтып жатқан кезде мұғалім айтқан ғой. Сол кезде Шымкентте жүргенде елестеткенмін дейді. Содан бастап ұйықтасам да тұрсам да ойлы қырлы Шымкент көз алдыма елестей беретін болды дейді. Содан бой жеткенде өмірі көрмеген Шымкентке тұрмысқа шығып кеттім дейді. Сонда бұл визуализация жасағаным ба деп қазір ойланам дейді. Ну, конечно. Постоянно Дубайды ойлаған адам ол железно Дубайға барады. Примерно. Постоянно. Өткенде не жаздық қой, арманымызды алға қойған немізді 90 мақсат жаздыңыз ғой да? Жаздым, иә. Қанша орындалды? Жазғанда мен жеке өзіме байланысты менде көп нелер орындалды енді. Соның ішінде ең баста жазғаным мен наурыз айында Стамбулға барам дегенмін ғой. Жаңағы өткенде Эльмираға айтқан шығармын деп ойлаймын. Сонда не істесем, Стамбулға барам деп жазып қойыппын. Мен Стамбулға наурыздың 1 күні бардым. Әкеммен бірге мен аяқ астынан. Иә, ол кезде тіпті мен барам деген ойымда болмаған. Сіңілім алып кету керек еді әкемді көзіне операция жасауға. Ол сіңілім мен бара алмайтын болдым дейді да. Сосын сен барып қайтшы қасына деп маған айтты. Сосын мен жақсы дедім. Сөйтіп аяқ астынан Стамбулға билет алып әкеммен бірге барып қайттым ғой өткенде. Наурыздың. Жаңағы мен даже армандар картамада жазып қойған екенмін. Мен 2020 жылы наурыз айында Стамбулға барам деп та. Көрдіңіз бе? Сол 1 күні барып тұрмын ғой мен. Даже ненің аяғында емес, февральдың жаңа 29-ында емес, наурыздың 1 күні бардым. Мощно. Мен 1000% сенем визуализацияға. 2019 жылға өзіме целдерін жазған кезде 2019 жыл мен балама көлік әпердім деп тупо жаза салғам енді. Бірақ баламның астындағы машинасы нормальный болатын. Сосын 2019 бітті алған жоқпыз. 2020 жыл бастала салысымен 8 январь балам туған күні. Соны балам айтты да, мам осындай машина тұр екен деді. Мен айттым, балам сен машинаны жап жаңа десем, чуть-чуть қана қосамыз дейді да, разницасы осындай ғана, бірақ ана өте жаңа машина деді да. Ну ладно. Сонда жаңа жылдан кейін 8 күннен кейін соны алдық. Жазған кезде мен просто лағып жаза салғам. Так машинасы бар дедім да, и жаза берейші деп. Мен тағы бірден айтайыншы, 2009 жылы ма, 2010 жылы бір біздер Тянчи деген бір компанияға есі келді да бізге. Сонда жаңағы бір ішінде сабақ өткен кезде айтты да, мынандай Аллаға қат дегеннен жаздырады да. Сол жазыңдар деп. Сонда Аллаға қат дегенде мен жазғам. Ол кезде үйімде жаңағыдай айтып отырмын ғой, отоплением ештеңе болмаған үйімде. Потолок дегенде, соның барлығын жазғам ғой, үйіме отопление жасадым, жаңа потолок жасадым, үйіме евро ремонт жасадым деп та. Сосын балама компьютер алып бердім деп. Даже баламның сол оқуға кіретін барлығын жазғамын ғой. 100% орындалып кеткен. Мен оны деген жақынырақта тауып алдым. Күлкім келді жаңағыны оқып. Машина алдық деп, үйді ремонт жасадық деп. Барлығы біреу орындалмай қалмаған. Жаңа ақ қағазға жазғам, сон барлығы орындалып кеткен. Ручкамен орындалған деп сызып отырдым да, қарасам барлығы орындалған ғой. Мына жерде бір кісі жазып отыр, міне З. Шорабаев. Қате оқып атпасам. Мен 80 мақсат жазыппын сіздің сабаққа қатысып, содан 6 орындалған 2 айда дейді. Вообще мынандай нәрсе бар, достар. Бұл жазған нәрсенің армандар картасын түгел орындала береді дейміз ғой. Егер адам негативный волнада болса, көп жыланып сықтана беретін болса, оған по-любому түкте орындалмайды. Естеріңізде болсын. Біз не үшін түпсана деп шыңғыра берем ғой мен қайқылдап.
Өйткені адамның мысалы үшін жүректе қорқыныш бар. Сіз примерно иттен қорқасыз. Бала кезден қап кеткен қорқынышыңыз бар. Немесе сіз айқай шудан қорқасыз. И сіздің бойыңызда қорқыныш болғаннан кейін болды. Сіз айқай шудан қорқасыз, өйткені кішкентай кезде әке шешеңіз көп ұрысқанда. Енді сіз жұмысқа кіруге қорқасыз, а вдруг жұмыста айқай шу болып қалады. Бір тірлік жасауға қорқасыз, өйткені кез келген жерде айқай болып кетеді ғой. Сізде уже бетіңіз қайтып қала береді. Міне бизнесіңіз, тірлігіңіз, жұмысыңыз ештеңке жүрмейді да. Сол үшін қорқыныштан құтылу маңызды. Сондықтан мен айттым ғой, 2016 жылы мен жазғам осындай 20 мақсат, бірде-бірі орындалмаған. Біреуі орындалмаған. Өйткені мен ол кезде мен бақытсызбын, сорлымын, ешкімге керегім жоқ деп баяғы жылана беретін нәрсе болған. Сондықтан ол ішіндегі состояниені өзгертпей, жүректі тынышталдырмай, ана жазғаның бәрі орындала береді деген бекершілік. Сондықтан 28 күн дейтініміз сондықтан ұрсысып, маятникке энергия бермесеңіз, тып-тыныш жүретін болсаңыз, шүкіршілік техникасы. Қазір негіз техника көп қой. Мен айтам, ананы техника, мынаны техника қылып, оны қиындатып керек емес та. Өз арман мақсаттың мықты орындалатын үш-ақ дүниесі бар. Тұпсанаң тазалайсың, шүкіршілік техникасына кіресің, үшінші садақа, все болды. Арманыңда, мақсатыңда бәрі орындалады. Оны қиындатып, әйту керек, бүйту керек, айға қарау керек, күнге, оның бәрі ерунда. На самом деле осы үш заңдылықты білсеңіздер болды. Правильный визуализация, правильный жасау, аффирмация грамотный болу керек, и все болды. Сөзіңді жөнде, миыңды жөнде, и ойлайтын дүниеңді жөнде болды. И мына интернет телефоннан кішкене ойыңды алыстау қыл. Өйткені мынау біздің уақытымыз жеп қояды. Армандайтын, арман мақсатымызға кететін уақыттың бәрін мынау жеп жатыр. Түкте қиын емес та. Үш айлық марафондағы аффирмациялардың барлығын жазып алдық, қазір күнде оқимыз қайталап. Енді марафондағы қыздардың барлықтарына айтайық, мына жерде қатысып отырғандар бар шығар, марафонға қатысушылар. Ертең атақты психотерапевт, Қазақстандағы жалғыз психотерапевт Нұргүл Сүйіндікова сіздерге 3 күндік вебинар өткізеді. Ол өте мықты, өте терең вебинар болады. Сондықтан 90 күндік марафондағы қыздардың барлықтарына құлақ қағыз. Қыздар бар, ол жерде жігіттер көп, кстати. Қырғызстаннан өте көп қатысып жатыр. 3 күндік вебинарға міндетті түрде қатысыңыздар. Өйткені артынан сертификат алатын қыздарға да ол кісі сабақ беретін болады. Ол жерде өте құнды ақпараттар айтылатын болады. Ана терең травмалармен жұмыс жасау туралы айтылатын болады. Сондықтан міндетті түрде ол 90 күндік марафонға қатысыңыздар. Рахмет сізге, Маусым ханым, үлкен рахмет. Аллах бар арманыңызды орындасын. Рахмет, сау болыңыз, сізге де рахмет. Жақсы күндерде осындай нәтижелермен бізді үнемі қуантып тұрыңыз. Рахмет. Алла разы болсын. Бұл Маусым ханым біраздан бері маған жазыпты, почему-то көре алмай қалыппыз. Ол жаңағы жазған хаттың бәрін ол кісі кімге, Елмираға жіберіпті, содан Елмира маған... Ол Стамбулға келді ғой, е? Жаңа айтып тұрған. Стамбулға келіп, Елмираға айтыпты, мен Айнұрханға хат жазғам, менде өте көп нәтиже бар дегенеге мен бүгін өтініш жасап қосқыздым. Марафон уже бітіп жатыр, қыздар. Марафонға әлі қатыспайсыздар. Мына 90 күндікке жазылғандардың сабағы уже бітті, 90 күннен асып кетті. Келесі марафонымыз майда басталады. 90 күндік марафон енді болмайды. 90 күндік марафонды жасаймыз деп шашымыз ағарып кетті ғой. Мына табын, нежный пробел 888 кете қойшы дейді. Айландырған 8 әріптің ішінде 3 қате жүр біріншіден. Табын деген руы болу керек. Негіз еркектен надан болса өте қиын да мұнда. Еркектің надандығы вообще өте қиын. Сіңілімен қатысып, ал күйеуін қарсылық білдіріп жүрсе не болады? Күйеуді тыңдау керек, ұрыспау керек, қыздар. Негізі мен күйеуге айтқанымды тыңдата алмаймын дейді ғой. 8 дней марафона про что будет, Салия. Ертең біз тұпсана туралы айтатын боламыз. Как раз жаңа айттық қой, біз тұпсанаң тазаланбай позитивный волнаға өте алмаймыз. Сосын позитивный волнаға сіздерді 8 күнде, иншаллах, Аллахтың қалауымен 8 күнде біз өткізіп береміз. Денсаулық жағынан болсын, қаржылық, сауаттылығынан. Мен сіздерге гарантия беремін. Аллах көріп тұр. Ертеңгі сабаққа қатысатын 10 мыңға жуық оқушының ішінде 3 мың, 4 мыңы бір 2-3 жылда нормально уже кәдімгідей әл-ауқаты көтеріліп алады. Кәдімгідей аяққа тұрып алады. 10-15% қазір бөлде самолетқа ұшпағандар болса, олар железно уже самолетпен шетелге шығатын болады. Ол үшін не істеу керек барлығын айтамыз. Марафонның бағасы, марафон майда басталады, сол кезде біз жарнама жасап бастаймыз. Майдың ортасына қарай басталады, 30 күндік болады марафон. Армандар орындалады деп аталынады.
Маған ең керек нәрсе түп сана. Иншаллах, ертең түп сана болады. Ертең жылау да болады, қуану да болады, ұшу да болады, мотивация да болады, аффирмация да, барлығы да болады. Так, чек жібергендерді барлықтарыңыз қосады қыздар, оған паниковать етпейміз, бәріңізді де қосады. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Техникалардан бастаймын да тастап кетемін. Неге қатсам? Потому что Толқын ханым, сізде цель жоқ, мақсат жоқ сізде. Сіз зона комфортадасыз. Зона комфорта деген не? Мысалы үшін біреудің үйіне бір жаққа екінші көшесің десе, особенно квартирада жүргендер біледі. Әбіршіп кетесің ғой. Тағы көшу керек. Қосыңшы, сөйтіп тұра берейінші дейсің. Ана хозяинмен келіскің келеді, сәл қосыңызшы ақшасын, тұра берейікші деп жалынасың. Өйткені көшу деген бардақ. Сол сияқты бір зонадан бір зонаға өту де адамды шаршап кетеді. Деп бастау керек па, не істеу керек, қойшы деп. Сол сияқты техниканы бастау деген кезде уже бейсаналы түрде, мысалы үшін техниканы істе деп бастайсыз. Техника төбедегі потолок ашылып кетіп, одан ақша жоғмайды қыздар. Ондай ақша болмайды. Сіз диванда ұйықтап жатқан кезде біреу жастығыңыздың астына ақша кеп қойып кетпейді. Сондықтан сіздерге айтатыным, біз мақсат қойғанда мен өз кәсібімді бастадым, мен өзім сүйікті жұмысыма кірдім, сөйттім, бүйттім, бірдеңе істедім, осымен айналысып жатырмын, яғни бірдеңе істеуім керек деген жазып жатқанда біздің миымыз уже қарсылық танытады. Тып-тыныш жата берсеш осы өміріңмен. Бұның бәрі оттаған әңгіме деген сияқты. И техникамыздың ота жолда қалып кететін, сондықтан да маған ұнайды көшу. Так что қыздар, елестетіңіздер, сіздің өміріңіз күн сайын жақсарып келе жатыр. Ол үшін сіздерге жазу керек. Все. Қалай жазу керек? Оны сабақта біз айтып жатырмыз ғой. Кокос майын қолға, бетке жаға беріңіз, аямай, күш тұрмай ғой. Сабаққа қосылып. Олжас балапан қайтыс болды бүгін, көмек қолса. Олжас деген ана бала ғой, иә? Алла қайтыс болыпты. Біз 10 миллион жинап бердік, иә, оған, или 15 миллион жинап бердік па? 20 миллион жинап бердік біз оған. Қарағандының баласы ғой Олжас, иә, қателеспесем. Иманды болсын, ата-анасына шапағатшы болсын. Біз 2 күнде 20 миллиондай ақша жинап бергенбіз. Біз болғанда мен емес қой, оқырмандар жинаған. Бәріміз айтуда ат салысып, 2 күн бойы жанталасып. Қызыммен бірге қатыссам болады, конечно, болады. Бизнесіміз тұрақсыз. Өзіңізде тұрақтылық жоқ қой. Өзіңізде ғой. Қарқаралыға келген еді. Қарқаралының баласы етін, иә. Сәтжан мырза, Елмира ханым, Құдай қаласа осы жылы ұлды болыңыз. Шіркін биіктей беріңіз, ғажайып анасыздар. Ән сізге күшті тілек айтып жатыр Елмира ханым. Биыл ұлды болмасаң ұят болайын деп тұр. Иманды болсын, иә. 70 арман туралы айтыңызшы. Айтылады, ертең сабақта 70 арманды қалай жазатынымыз бәрін айтатын боламыз. Ашатын уақытты да айтамыз. Аллах тағала балаларымызбен сынамасын. Міне, біз осы Турцияда жүрген кезде балалар науқас, ата-аналар өте көп келеді. Осы жақтағы жаңағы неме еді ана клиниканың аты? Мемориал. Көп жатады, иә, Қазақстаннан келген. Адамдар балам ауырмас екен, балам жыламас екен деп жатқан ата-аналар. Біреулер отырған баласын ұрып соғып жылатып жатады. Айнұрхан балам тұра беремін, не істеймін дейді. Вот балаңызды ұра беретін болсаң, сол баласынан айырылған аналарға қараңыздар. Баласын ауырып жатқан баласын арқалап шет елде, әр клиникада, әр жерде түн ұйқысын 4 бөліп ұйықтамай қос сүйек болып жүрген аналарға қараңыздар. Содан кейін ұрып көріңізші балаңызды. Ерасыл Мағзумов, мен 15 жаста, мен қосыңызшы дейді. Ерасыл Мағзумов, қосайын Ерасыл, 15 жасар бала екен. Елмира ханым, тек қана жақсылықтар тілеймін деп бір сенің фанатың отыр, Елмира. Сәлематсың ба, Ерасыл? Қалыңыз қалай, апай? Аллаға шүкір, сен 15 жаста екенсің, иә? Иә. Қай қаладан хабарласып жатсың? Есімім Ерасыл, Қарағанды облысы Сәтбаев қаласынанмын. Жасым 15-те.
Осы 14 жасымнан бастап мен бизнесқа қызыға бастадым, негізі 13 жасымнан. 14 жасымда мен алғаш өзімнің бизнес тренингтерімді жүргізіп бастадым. Қандай тренингтер, мысалы? Мысалға, бізде Сатаевта Global Trend компаниясының филиалы болған болатын. Сол жерде мен бірінші Global Trend деген анау кішкене 2 бальзам бар, иә? екі нано бар. Супер. Нано бальзамдар. Алғашқы тренингіме бір 10 шақты адам шақырдым. 8 адам келді, әрқайсысынан 1000 теңге алып, 1 сағаттық былай семинар өткізіп, 8000 теңге таптым. Сол кезден бастап ақырын өзімнің бизнестегі жолымды былай қалыптастыра бастадым да. Осы уақытқа дейін мен андай бизнес тренерларды, особенно қазақша бизнес тренерлерге мүлде қызықпай тұғым мен. Сен орысша оқисың ба мектепте? Жоқ, қазақша оқимын. Таза. Неге қазақ тренерлерді тыңдамайсың онда? Жоқ, кейіннен осы мамам сізді тыңдай бастады, сосын Ахметбек Нұрсилаға пихать ете бастады да маған. Бардым да сосын бардым да бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінде оқып шықтым 32-ші жылы. Аманжол Рысмендиевтің тренингтарын көріп бастадым. Кеше ғана бір 25 мыңға онлайн семинар болыпты. Мамадан қарызданып тұрып 25 мыңға Каспий Голдтан ақша алып тұрып қатыстым. Жалпы менің бір түсінгенім, арман мақсаттарға жеткізетін ол біздің ішкі күшіміз екен да. Мен арман мақсаттарды былай өзімше визуализация жасай бердім, аффирмация ете бердім, болмады. Сөйтіп себебі аффирмация, визуализация дегенді кімнен, қайдан естідің? Кімдердің сабағында бар екен? Барлық бизнес тренерлердің сабағында бар. Абсолютно барлығында бар бұл нәрсе. Вот. Сосын іздей бастадым да, неге орындалмай жатыр? Неге осы мен арман мақсаттарыма тез жете алмай жатырмын дедім да. Сөйтсем мен нақты уақытын, түр-түсін, сипаттауларын дұрыс жазбаппын. Сосын былай жаздым. Маған осындай уақытта осындай нәрсе бере көр дедім. Сөйтіп қысқа уақыттың ішінде менің мінезім өзгерді, айналамдағы адамдардың барлығы өзгере бастады, жан-жағымдағы айналамдағы нәрселердің құбылыстары барлығы өзгере бастады ғой. Сенесіз ба? Әрине, сенем. Үйімде менің мамам мен папамның ары қатынасы мүлде өзгеріп кетті да. Бұрында енді әрине отбасы болғасын ыдыс-аяқ сылдыра алмай тұрмайды ғой. Сосын мамам мен папамның арасындағы ары қатынастар кәдімгідей жылып кетті да. Мамам мен папам кәдімгідей құшақтасып, сіздің сабақтарыңызды көріп, еңіреп жылап құшақтасып жатқан көргенде менің жүрегім кәдімгідей елжіреп кетті ғой. Ерасыл, дәл қазір немен айналысасың? Дәл қазір әзірше менде қазір енді сабақтар онлайнға көшкендіктен әзір ештеңемен айналысып жатқан жоқпын. Бірақ та болашақта менің арман мақсатым бар да, Қазақстандағы ең ірі тренингтік корпорацияны құрып, халықтың көзін ашып, тегін немесе арзан бағаға осы бүкіл Қазақстанды гастрольдік сапармен тренингтер жүргізсем ба деймін. Ол бизнес тренингтер, психологиялық тренингтер болсын, арт-терапия, соның барлықтан жүргізсем деймін да мен. Ерасыл, қазір сен жасың 15-те ғой, иә? Иә, жақында. Қай класста оқисың? 9-шы сыныпта. 9-шы сынып, машаллах. 9-шы сынып. Осы уақытқа шейін 15 жасар Ерасылдың тапқан табысын жалпы түгел есептегенде қанша болады? Қанша ақша таптың шамамен? Көп деп айта алмаймын, $80 болады, 30 мың теңгедей. Неге көп деп айта алмайсың? 15 жастағы балаға өте жақсы ақша. Білмедім, бірақ та енді менің өзімге кәсіпкер есебінде қоятын талаптарым өте жоғары да, сондықтан мен оны аз деп есептеймін. Қазір сен өзіңді кәсіпкермін деп есептейсің? Кіші кәсіпкер. Бизнесменмен екен. Жоқ, кіші деп айтпа, мен өзім үлкен мықты кәсіпкермін. Жақсы. Планкың жоғары алу керек. Сосын жаңа өзім ақша таптым дегенде менің ақшам аз деп айтпа, ақшам көп. Одан кейін 15 жастағы Ерасылды біз қазір көріп тұрмыз, спикер болғысы келеді, ментор болғысы келеді, бүкіл онлайн сабақтың барлығынан өтіп жатыр, жаңа айтып отырсың, мықты айттың. Визуализация, аффирмация почти бүкіл спикердің сабағында. Ол анау Джон Кехадан бастап, ол Киясаки, Тони Робинс, Луиза Хей, Диспенза, Вадим Зеланд, әлемдік бүкіл Ник Вуйчич қай-қайсын алып қара бәрі айтады. Аффирмация, визуализация, все болды. Аффирмация жақсы сөйле, визуализация жақсы ойла, елестет. И все болды. Енді сұрақ саған. 15 жастағы Ерасылды біз қазір көріп тұрмыз. Қазір сені 5300 адам қарап тұр, 5200 адам қарап отыр екен. Естественно, 5200 адамның ішінде 500 адамның есінде сен железно қаласың. Ерасыл, 30 жастағы Ерасыл қалай елестетеміз? Кім 30 жасында? Ерасылдың несі бар, немен айналысады? Менің алдымда 30 жастағы Ерасыл отыр примерно. Нең бар, айтшы қана маған. Кімсің, не істейсің? 30 жасар Ерасыл. Сен қазір 30 жастағы Ерасылсың. 30 жасар Ерасыл бүкіл Қазақстанды өзінің ерекше психологиялық бизнес-тренерлік курстарымен бағындырып, тек қана Қазақстанды емес, бүкіл әлемді өзіне мойындата білген мықты оратор есебінде көремін. Әлем танитын тренер.
иә, әлем танитын өзімнің бір ерекшелігімен, мүмкін харизмам болсын, мүмкін ерекше техникам болсын, өзім ойлап тапқан, білмеймін. Әйтеуір халыққа бір елдің ұлы болсам деймін да. Ерасыл, ал қара, әлемдік мойындату үшін сен тіл білу керексің. Тілге икемің бар ма? Басқа тілді білесің ба? Қазақ тілінен басқа? Қазақ тілінен басқа енді былайша айтқанда естественно орыс тілі, бірақ та ағылшын тілін әрине былайша айтқанда көтеру керек, деңгейін көтеру керек. Бірақ оған арнайы мақсаттарым бар болашақта. Иә. Мақсаттарың бар. Болашақта деп болашаққа лақтырмау керек. Саған уже 15 жастасың. Иә. Қай жерде оқимын деп отырсың? Болашақта оқу орындарын мен университет әліне былай таңдамадым. Бірақ та өзім университеттен гөрі қазіргі қазақстандық университеттерге менің білмеймін не екенін сенімім қатты онша емес. Өйткені Ахметбек Нұрсила ағайдың айтуымен мен өзімнің жолымда университеттен гөрі кәсіпкерлік шетелдік курстар болсын мысалға. Сондай курстар Қазақстанға алып келіп, бірге бір жасап, жаңа бір формула ойып тапсам деймін да, өзімнің оқуына қарағанда. Ерасыл, мен қазір саған сұрақтар қоям, бірақ ойланбай тупо жауап бересің. 5 секундта қандай ой келеді, соны жауап бересің. Хорошо? Я или жоқ. Мен нақты сұрақ қоям, соған я или жоқ, осынша. 5 секундтың ішінде не миыңа келеді, соны жауап бере бересің. Жақсы. Хорошо. 35 жастағы Ерасыл қанша тіл біледі? 5 тіл біледі. Ерасыл ең алғашқы миллионды қай жасында тапты? 15. Супер. Ерасылдың 18 жасар Ерасылдың тренингіне қанша адам келді? 5000. Супер. 38 жастағы Ерасылдың дәл қазір қанша ақшасы бар? $100 миллион. Ерасылдың ең үлкен кәсібі не? Өндіріс саласы. Өндірістің қай түрі? Киім өндірісі. Хорошо. 30 жастағы Ерасыл қай қалада тұрады? Алматы қаласында. Қазақстанды таңдаймын. Тек қана Алматы. Хорошо. 25 жастағы Ерасыл әлемнің қанша мемлекетінде болды? 25 мемлекетінде. Супер. Ерасыл қанша жасында үйленді? 26. Ерасылдың қанша баласы бар? 47 жастағы? 4. Бұны бәрін не үшін айтып жатырмын? Вообще біздің душамыз, жанымыз бізді алдамайды негізі. Душамыз, жанымыз алдамайды. Ана бірінші келетін ой, біз разумды отключаем, сол кезде бірінші душамыз сөйлейді да. А разум болса біз айтамыз, 35 жастағы Ерасыл қанша тіл біледі? Ойланасында так, орысша былай білем, қазақша деп. Ой қосылып кетеді да, ми қосылып кетеді. Оны қосып керек емес. Бұны айтып отырған себебім, мынау эфирді өзіңе сақтап алсаң болады. 20 жылдан кейін өзің көріп тыңдайсың сол кезде. Қанша сәйкестік болғанын тексересің сол кезде. Сондықтан болашақта дегенді хватит уже все болашақ. 15 жас деген самый уақыт. Самый қимылдайтын уақыт. Сондықтан Ерасыл саған сәттілік тілеймін. Ертеңгі біздің 8 күндік сабаққа сені қосып қояды қазір Бағлан. Мүмкіндігің болса қатыс. Мен айтпақшы түпсанаға жазылып қойдым 3000 теңгелікке мамам арқылы 2 адам. Уже жазылып қойдыңыздар, иә? Онда біз сені май айында болатын 30 күндік марафонға қосамыз. Армандар орындалады. Супер. Көп рахмет апай. Ол енді 3000-ға қарағанда 3000-нан 10 есе қымбат сабақ, сондықтан сені тегін қосып қоямыз. Сол жерде 16, 17, 18-дегі жанып тұрған балалар жинап жатырмыз. Мен бұл балалардың барлығын болашақ Forbes-қа кіретін қазақтың маңдайалды азаматтары деп ойлап жатырмын. Мен үмітімді ақтайды деп, осы тыңдап отырған 5,5 мың адамның үмітін ақтайтын балалар деп отырмын. Қазақтың болашағы осы балалар деп отырмын. Сондықтан Ерасыл саған жалқаулануға болмайды. Күні түні визуализация, аффирмация, мақсат, білім, ағылшын тіл дамимыз. Тоқтамаймыз. Тоқтап қалған су қандай болады? Бүлінеді, лас болады, сасиды. Ағынды судың екпіні қандай болады? Оның тазалығы қандай болады, иә? Сондықтан тура ағынды су сияқты тоқтама қазір. Құдай қуат берсін, ата-анаңның сенімін ақта. Жаңа айттың ғой, ата-анамыз екеуі бір-бірін құшақтап сүйіп отырғанын көріп қуандым деп айтып жатырсың ғой. Иншаллах сол ата-анаңның махаббатындай махаббатты Аллах өзіңе берсін, өзіңнің отбасың сондай тату берік болсын.
Сондықтан анаңды сыйла, бірінші анаңды сыйлай бер. Еркектің потогы бір-ақ жағдайда ашылады. Анасының разылығын алса болды. Байқадым, менде өте қатты әсер етеді екен. Анаң риза ма? Все, ты уже в потоке. Енді анаңа ренжіп, ерегістің ба, считай, что Құдай сенің жолын жауып тастайды. Ешқандай анасымен отношения дұрыс болмаған, анасына реніші бар еркектің мен өскенін көрген емеспін өмірімде. Ана Моңғолияның президентінің сұхбатын бір қарап шығуға кеңес берем. Өткенде де айтқам, тағы да айтайын. Моңғолияның президенті площадьта жүріп, Моңғолияның Улан-Батырдың площадьта жүріп бір зат сатады екен. Жағдайы жоқ, өте жұпын отбасында өскен, бірдеңені сатып жүреді екен қонақ үйдің алдында. Сөйтсе бір жаңағы милициялар келіп айтады екен, бұл қонақ үйдің алдында жүруге болмайды, бір айдалаға барып, аншаққа барып сат деген ғой. Сонда ана кісі күледі екен, сіз білесіз ба, бұл менің қонақ үйім ғой болашақта деп айтқан екен. Қазір сол қонақ үйдің иесі ол кісі, президент. Қазір сонда ол кісі президент, өзінің анасының үйін ауыстырмаған мемлекеттің президенті, сол баяғы 40 жылғы үй сақтап қойған. Бұл біздің қара шаңырақ деп. Анасының үйіне барғанда костюм шалбарын шешіп, галстугын шешіп, үй киіммен кіреді екен. Үй киіміне кіріп, анасының отынын өзі жасап береді екен. Президент. Сондықтан анасының разылығын алған адам, ол өседі, особенно еркектер. Так что саған ешқандай бөгет жоқ. Сізге бір өте қызық жағдай айтып берейін деп едім. Өткен сіздің кітабыңызды оқып болдым. Бір жерге қызық нәрсе айтайын ба? Түсімде Меккеде жүр екенмін. Меккеге қарай тіке бағытталып Меккеге жақындап бара жатсам, артымда папам мен мамам тұр. Бір уақытта Меккенің дәл қағбаның үстіне шығыппын. Енді азан айтайын деп жатқанда даусым шыр етіп тоқтап қалды да, менің орныма азанды бір жігіт жалғастырып әкетті ғой. Содан дәл сол азан жаңа қағбада тұрған түсімді көргеннен кейін, дәл сол бір күннен кейін әпкемнің үйінде жүр екенмін. Екінші күні әпкемнің үйінде көп үлкен андай семіз аралар кіріп кетті да. Сосын араларды жүрсем, ең үлкен араны былай қолмен ұстап алыппын да, айырылмай қойыппын. Сөйтіп түс жоритын кітаптан оқысам, ара деген нағыз пайданың көзі екен да. Соны таңертең көріп, көзімнен жас шығып, машалла деп, қандай керемет деп өзіме шүкіршілік еттім да. Алланың құдіреті. Ерасыл намаз оқу ойда бар ма? Ойда бар, әрине. Папаң қандай жұмыс жасайды? Папам кенші, бірақ қазір неде? Группада. Ол кісі аяғының денсаулығына байланысты қазір үйде. Үйдің асыраушысы кім? Әкем. Бірақ әкең қазір денсаулыққа байланысты үйде. Бірақ та үйде деген үйде тірліктер жасайды, былайда тірліктер жасайды, есіктің алдында тыным таппайды енді. Машаллах. Мынандай бір нәрсе айтайын. Мен саған бір уәде берейін, сен маған 2 уәде бер. Бола ма? Мен саған 2 уәде беріп, сен маған 2 уәде бересің. Жақсы. Мен бірінші уәдем, сені 30 күндік марафонға тегін қосамыз. Екінші уәдем, саған биылдан қалдырмай умра қажылығына тегін жолдама берем. Естіліп тұр ма? Естілмей қалды ма? Қатып қалды ма? Не болып жатыр? Естіліп тұр. Ерасыл, естіп тұрсың ғой, я? Естіліп тұр, апай. Кімдікі қатып қалды? Менікі ма, Ерасылдікі ма? Қасымда міне. Қайттан қосайық Ерасылды? Естіп тұрмын. Ерасыл? Мамасы жылап жатыр. Сәлеметсіз ба? Сіздердің дауыстарыңыз естілмей қалды, Ерасыл? Машаллах. Москвадан жалынды сәлем, ассаламу алейкум. Ерасыл, сен дауысың жоқ болып кетті, дауысың жоқ. Ерасылдың дауысы қайда кетіп қалды? Тура осы кезде естілмей. Ерасыл, бізге қайтадан қосылсан. Ерасыл, сен бізге қайтадан запрос жібер. Бізге естілмей қалды. Көзімнен жас шығып кетті ғой дейді. Баги жылап жатыр. Ерасыл, сен қайтадан жібер, мен осындамын деп, мен сені қосайын. Мен қобалжып кеттім.
Ерасыл. Диас Серікбаев жаңа жазған болатын ғой, Ерасылды қосыңызшы апай, кешеден бері. Айтпа, Диас та жазып отыр мына жерде. Көзіне жас шығып кетті ғой дейді. Күшті, керемет. Ерасыл жазсаң маған. Қайда кетті Ерасыл? Ерасыл. Фамилиясы кім еді? Ерасыл жылап отыр. Мамышев. Фамилиясы кім еді? Мамышев. Мамышев. Ерасыл. Қайда екен Ерасыл? Так. Ерасылды мен көрмей тұрмын. О, Ерасылдың бағана мен ана маусыммен сөйлесіп жаттым ғой. Сол кезде мамасы жазып отыр. Мен баламды қосыңызшы 15 жаста, балам күтіп отырсыз деп. Мамасы да жазып отырған бағанадан бері. Қаныштымын. Ерасыл, давай жазамыз қаны. Қайдасың? Сен таппай қалдық қой. Машаллах. Ерасылдың дауысы жоқ деп жатыр. Ерасыл, қайдасың? Мен осындамын деп жазсам, мен сені өзім қосып алам. Ерасыл, қайда? Бәріңіз жылап кеттіңіздер. Запрос деген хатта кеткен. И мен Ерасыл таппай қалдым. Айнұрхан, керемет жас. Давайте мен мақтамаймыз. Мен қазір тәкаппарланып қалам. Көтере алмай қалам. Жылап алсын дейді. Мамасы мен Ерасыл жылап кетті ғой деймін. Магзумов дейді. Ерасыл Магзумов қайда екен, а? Қап. Мынау запросты мен аша алмаймын, өйткені запрос зависать етіп қалды. Ерасыл, мен осындамын деп жазбасаң, мен сені қоса алмай жатырмын, балапан. Маған жаз, мен осындамын әпке деп жазшы. Магзумов екен фамилиясы? Ерасыл енді сізге. Ерасыл Магзумов екен. Ерасыл құтты болсын деп жазып жатыр мықты. На запрос все қосылмайды, уже қап не қалды. Бағланғайшы жазсын. Мен осындамын деп. Жазды ғой дейді, тоқтайды. Ерасыл құтты болсын. Ерасыл. Мен осындамын деп қайта жаза берші, мен сені тауып алам. Ойбай, мен таппай қалдым. Так. Қаны жазған, жазбаған? Заряд бітіп қалған шығар. Тура сол кезде кульминационный моментте телефон өшіп қалса бола ма? Ой алла. Күшті жылап отырмыз. Давайте жыламаймыз, қуанамыз. Ну, жылап тұру да керек негізі. Мен өзімде жылауық адаммын. Кей кезде осы күні бар ғой, мен жылайтын кинолар көрмейтін болдым. Бұрын жылайтын кино көріп, жылап еңіреп отқан жақсы көрушім, құрсын уж көрмеймін. Ерасыл, мен осындамын деп сен жазсам, мен сен тауып алам. Қазір сен жазбай жатырсың. Маған запрос жібермей ақ қой, Ерасыл, мен сен көрмеймін. Ерасыл тап берсең, мен жыламатырмын. Бағлан, жылама, Ерасылды тап. Ерасыл, сен үшін қуаныштымын дейді. Жап жаңа жазды дейді. Тоқташ. Мынаны бір тез қаратайшы, мен гүлді көйлегімнен жазу көрінбейді. Так. Ерасыл, қайта жазсаң, мен сен тауып алам. Қайта жазбасам, мен сен көре алмай қалам. Вообще, қазақы күшті бала екен, я? Мощный. Ерасыл, қайдасың, қайда дейді ғой. Так, былай басына кетіп қалайық, бас жағында ол көп жазған. Так. Мынау қызық болды ғой, а? Ерасыл жоғалтып алып. Мен осындамын деп жаза бермесе, мен оны таппай қалдым. Так. Мына Гүлдана, Анар, бәрін көріп жатырмын. Ерасылға не болып кетті деп бәрі жазып жатыр. Қайда дейді? Эльмира? Қазғандарын бітпағын. Осындай да қызық болады екен. Мен запрос жіберетінім қатып қалды да, содан көремей қалдым. Жазып отырмын дейді әпке. Ерасыл ма? Аха. Қайда, дайректке ма? Жоқ, сізге
Прямойға жазып отқан жоқ, міне қане жоқ. Қайта жазсын, қайта. Мен деп. Жүрегім ауырып кетті дейді. Ойбай, неге жүректеріңіз ауырып жатыр? Ой, қызығына, мынау қайда кетіп қалды. Ерасыл қайта жаз. Мен осындамын деп. Ерасыл Мағзумов. Бұлай өзім тауып жібере қойғанға болмайды екен ғой, иә? Денем түршігіп кетті ғой, әсерлі дейді. Түсіне алмай жатырмын дейді. Мен өзім де түсіне алмай жатырмын. Мына жердің расымен көрінбейді екен. Или оларда интернет дұрыс емес. Бибінұр. Мені жазды дейді, Гүлдана айтады. Қай жерде жазып отқандарын түсінбеймін. Мен осындамын деген жазуды мен вообще көрмедім. Қайта жаза бер. Ерасыл қайта жазбаса, мен сені көре алмай жатырмын. Жоғары жаққа қарасаңыз дейді. Бағлан қайтшы тапсын? Мамасына звондай ма? Кім? Мамасының парақшасы бар ма екен бізде? Не депті? Қайта жазбаса, мен оны көрмеймін. Мына жерде Ерасыл деген нәрсе жоқ вообще. Ат жоқ. Сен көріп отырсың ба жазғанын? Хотя бы смайлик жібере берсе, ол мен көріп отқан жоқ шығар, көріп отырса ол жазатын еді ғой, иә? Чекті сабақ болатын парақшаға жібересіздер. Сол жерден сіздерді қосады. Жоқ, жазып жатқан жоқ деп, басқа біреуі вообще. Вот. Бәсе, что-то жоқ, иә? Сәтбаевтың атын шығаруға лайықтысың, Ерасыл жерлесім дейді. Жазған жоқ дейді. Жазып жатқан жоқ дейді. Басқа аккаунттан жаздым дейді. Не дейді, не деп шығады? Телефон не істесінде қайттан қоссыншы. Мамасының парақшасына жазсын, мен Ерасылмын деп. Мен Ерасылмын деп жаза берсін. Ерасылмын деп жазса болды, любой аккаунтта. Қазір басқа атпен тұр дейді, я мамасымен қосылып жатыр дейді. Өтірік айтпаңыздар дейді, я жазды дейсіздер. Ол мен Ерасылмын деп жазса болды. Мамасынан кіріп отыр екен, өзінікінен жазылмай қалды дейді. Қалай өзінікінен жазылмай қалады ол? Қаңыз оптай тұр. Мына еді қай. Жазып жатыр, ол мен едім деп, және апай осындамын деп жазып жатыр дейді. Апай осындамын деп жазды дейді. Комментарий көп жаз. Міне мен Ерасылмын дейді. Все, таптым. Міне, апай, сізді таптым. Сен қайда жоқ болып кеттің, не болып кетті? Апай бізде шығып кетті. Ерасыл Мағзумов деп. Сенің өзің парақшаң істемей қалды ма? Менде комментарий не опубликован деп шығып тұр, қызылмен білмеймін, қайта жазып жатырмын. Мамаң жылап жатыр ма? Иә, қуанып жатыр. Мен қайтадан айтайын, жаңадан қосылғандар үшін. Ерасыл екеуміз келісімшарт жасап жатырмыз. Мен Ерасылға 2 ұсынысымды айтамын, сосын Ерасыл маған 2 уәдесін беретін болды. Оның біреусі 30 күндік марафонға Ерасыл тегін қосамыз. Екіншіміз Мекке Мединаның қақпасы ашылғаннан кейін, карантин біткеннен кейін Ерасылға умра қажылығына жолдама берем. Шүкір. Менің 2 уәдем бұл. Ерасылдың 2 уәдесі. Біріншісі намазға жығылады. Жақсы. Өйткені Меккеге барғаннан кейін намазды білмей барсаң, қанша сауаптан құр қалып қаласың. Там такой шанс просто. Бір намаз 100 000 сауап жазады Аллах тағала.
бүкіл дұғаларың сол жерде қабыл болады да. Сондай шанс деген жаңағы джекпотты ұтып алып, сол ақшаны ала алмай қалумен бірдей да ол деген сөз. Сондықтан саған Меккеге умра қажылығына жолдама береміз. Бұрын шетелге шығып көріп пе едің? Жоқ, Қазақстанда ғана. Жаңа сен айттың ғой, 25 жастағы Ерасыл қанша мемлекетте бар дегенде не деп айттың? 25 мемлекет. Ну, соның бисмиллах біріншісі басталды деп есепте. Сосын екінші уәдеңді айтайын. Мен қазір сен бірінші уәдең намаз оқу болса, екінші уәдең 30 жасқа келген Ерасыл 5 адамды умра қажылығына жібереді. Міндетті түрде. 5 адам. Мен 10 деп айтуға қорқақтап отырмын. Кішкене тармас етіп отырмын былайша айтқанда. 30 жасқа шейін Ерасыл ақшаны жерден табасың ба, аспаннан табасың ба, мен білмеймін. Осы жерде міне 7200 адам сенің мамаңмен бірге жылап, сенімен бірге қуанып отыр. Жаңа жазып жатыр Сәтбаевтықтар, бұл деген үлкен біздің мақтанышымыз деп жатыр. Мен ойламаймын сен Сәтбаевтың деңгейіне қалып кетесің. Сен бүкіл қазақтың мықты жігіті болады деген менің үмітім бар. Ол үмітті ақтайсың деп ойлаймын. Сондықтан осы 7300 адамның алдында 30 жасқа шейін Ерасыл 5 адамды умра қажылығына апарып келеді деп ойлаймын. Қазаққа пайдасы тиетін жігіт болады деп есептеп тұрмын сені, Ерасыл. Сондықтан Алла қолдасын. Саған бағлан хабарласады, бүкіл даныларыңды алады. Сен жасың 15-те ғой, иә? Иә. Сені жалғыз жібермейтін шығар. Сені сол үшін саған біз енді ойластырамыз оны. Жарай ма? Турфирмадағы бір кісілерге, наверное, сол доверенность жазып береді мама папалардың. Солай бару керек шығар, оны қазір біз шешеміз. Сондықтан бұйырса осы күзге дейін уже барып қоясың деп ойлаймыз. Алла қаласа. Сондықтан біз үшін дұға жасайсың енді сол жаққа барғаннан кейін. Әрине, міндетті түрде жасаймын. Өзің қуаныштысың ғой? Өте қуаныштымын. Көп рахмет, Алланың осындай ризық несібе бергеніне мыңда бір алғыс айтамын. Алла қолдасын. Негізі Меккеге бару арманыңда бар ма еді, жоқ па еді? Арманымда бар. Бірінші орында тұғын. Да? Иә, бірінші барып келем, сосын барып қалған туристік орындарда аралаймын деп айтқан. Қалай? Бірінші Меккеге барам, сосын барып ана Дубай, Турция, сосын бірақ деп планка қойып. Машалла. Қарап отырсаң, елдің Меккеге баруға негізі жағдайы бар адам көп. Бірақ адамдар Меккені армандамайды. Почему-то Стамбулды, Дубайды, Таиландты армандап жатады. Таиландқа 6 рет барған бір қыз айтады, Меккеге баруға жағдай болмай жүр дейді. Бұл енді Аллах тағаланың үйі ғой, Әл-Харам, Қағба. Ол жерге Аллах өзі кімді шақырғысы келеді, сол ғана бара алады. Елдің бәрі барам деп бара бермейді, негіз байқап отырсаң. Көп адамдар барамыз деп 10 жыл дайындалады, бара алмайды. Сондықтан орыстарда бір жақсы мақал бар ғой. И тот, кто хочет, а тот, кто заслуживает. Яғни Құдайдың өзінің беріп қойған. Значит, ты заслужил. Көп рахмет. Сондықтан сәттілік тілеймін. Мамаңа қарадық қой, біз мамаңмен бір көріп алайық. Мамаң әлі жылап жатыр ғой. Иә, міне. Алдыңызда 7000 адам. Есіміңіз кім сіздің? Менің ба? Иә. Ұлтуған. Бетпе-бет сөйлесіңіз. Ұлтуған ба есіміңіз? Осымен нағыз ұлтуыпсыз онда. Құттықтаймыз бәріңізді. Балаңыз сіздер үшін дұға қылып келеді, иншаллах. Әкесінің денсаулығы үшін, анасының бақыты үшін дұға қылып келетін. Елдің азаматы болсын балаңыз. Амин. Аллах нәсіп етсін. Біз негізі ертеңгі сабаққа қатысушылардың арасында 3 адамға тағы да умра қажылығына жолдама береміз. Бірақ бұл ол конкурстан тыс, Ерасылдікі мен өз атымнан беріп тұрмын. Сондықтан балаңыз сізді қуанта берсін, басқа не айтамын? Амин. Рахмет, жақсы. Ең кішкентай қуанышыңыз болсын. Амин. Ерасыл, құттықтаймыз, онда хабарласамыз сенімен. Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар. Аллах Қайырлысын. бақтарыңыз еселесін. Амин. Бағлан жылап мына жақта берекет тауып жатыр. Аллах бәрімізге разы болсын, иә? Сонымен бір болып тұр сағат. Деп жатыр ма? Ертеңгі сабақ ертең емес қой, арғы күн болады, шатастырмаңыздар. 21 күні кешкі сағат 21:00-де басталады сабақ, 8 күндік сабақ болады, иншаллах. Ешқашан сіздерге айтатыным,
ешқашан осыны ұтып алайыншы, мен осыны жеңіп алсам деп армандамаңыздар. Мен де осылай беретін мүмкіндікке, дәрежеге жетейінші деп. Алушыдан емес, менің бір сүйікті дұғам бар, сіздерге айтайыншы. Кстати, сіздерге керек болып қалады. Мен былай дұға жасаймын. Я Аллах тағалам менің алақанымдағы дүниені жүрегіме түсірме деп тілеймін. Алақанымнан шығарма, жүрегіме түсірме деп тілеймін. Екінші дұғам, Аллах тағала мені алушылардан етпеші де, мені берушілерден ете көрші деп тілеймін. Сондықтан, Аллах разы болсын. Бұл телефон істеу шарт емес. Міне қыздар, мен парақшама кіресіздер, мынаған қосыласыздар, мына жерге бассаңыздар, мына қараңыздар, жазылып тұр, иә? Міне. Сабаққа қатысушы, мына счеттарға ақшаны аудара саласыз, мына парақшаға жібересіз. Все, болды. Жібересіз, ол сіздерді железно қосады. Бәріңізді қоспай сабақ бастамаймыз. 21 сәуір 21:00-де басталады сабақ. Сабақ 8 күн болады. Асылзат Арыстанбек 2 күн денсаулық туралы, психосоматика, мощный мотивация береді. Қаржылық сауаттылық, байлық зонасының барлығын Гүлшат Баубек айтатын болады. Сондықтан, мінекей, түсіндіңіздер, иә? Мынаны басасыздар да, WhatsApp-қа жазып, керек емес, WhatsApp-тың сіздерге түкке керегі жоқ. Міне осы чекке аударасыздар, осы парақшаға жібересіздер. Все, болды, сабаққа сіздерді қосады. Сондықтан, ертең әлі де болса свободно, бүгін түнде ертең кешен қосылып алыңыздар, қуаныштан жылап алдым. Күйзелістен құтылу жолдары туралы сабақ бар ма? Біздің барлық сабағымыз мотивация, қыздар. Мотивация деген сол күйзелістен шығу, қиындықтан құтылу ғой. Аллах разы болсын. Кітап алудың қажеті жоқ, вообще кітап туралы әңгімесі жоқ. Сондықтан 21:00 Астана уақытысымен. Аллах барлықтарыңызға разы болсын. Камшат ханымның конкурсы әлі болмайды. Камшат ханымның конкурсы карантинге байланысты жабылып қалды. Июнь айының басында, 1 июньде ма, примерно сол кезде болады. Мен осы сабаққа қатысу үшін Инстаграм аштым. Инстаграм аштым демеңіз, жаңа әлемнің есігін аштым деңіз. Иншаллах, міндетті түрде солай болады. Мен барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, қайырлы түн, жақсы көңіл күймен ұйықтаңыздар. Ертең жақсы жүргілеріңіз келсе көңілді, бүгін жақсы ұйықтаңыздар. Сонда бәрі жақсы болады. Аллах қолдасын бәріңізді.